Қазақта ит опа, қатын жапа деген сөз бар. Бұл мәтелдің шығу тарихы мынандай аңызбен байланысты. Ілгерде қалмақтар қазақтың ауылын шауып, малын барымталап, қыз келіншектерді өңгеріп кетіпті. Кейін арада елші жүріп, көрші халықтар татуласқан екен. Дегенмен қалам десе қалсын деп қазақ қыздарына таңдау беріледі. Қоңырат руынан шыққан әлдебір жігіттің жары еліне қайтудан бас тартып, қалмақ күйеуінің қасында қалуды ұйғарады. Намыстан өртенген күйеуі оңаша жерге шыққанда әйелін атына өңгеріп елге қашады. Бірақ жалғыз ат екі адамды көтермей, артынан қалмақ жігіт қуып жетіп, ұзақ уақыт алысады. Күш азайған Қоңыраттың жігіті әйелінен көмек сұраса, ол орнынан қозғалмапты. Әлден уақыт өткенде күш қазақ жаққа өтіп, қалмақ өлуге айналғанда, әлгі әйел өз күйеуінің желкесінен ұрып, есінен тандырады. Бірақ сол жерде жүрген төбеті қалмақты талап өлтіріпті. Біраз уақыттан соң оянған Қоңырат жігіт бір атқа өзі мініп, екіншісіне әйелін мінгізіп, қатты ашуланып ауылына қайтады. Елге жеткесін әйелінің жасаған опасыздығына кіжініп, ит аяқтан тамақ беріп, мойнына қарғылып, бау салып, киіз үйдің босағасына байлап қояды. Ал өзін жаудан құтқарып қалған итінің адалдығына риза болып, төріне шығарып, таза тамақтан ас беріпті. Осы оқиғадан кейін ел ішінде ит опа, қатын жапа деген сөз қалыпты.